Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге Қытай елінен алдыртуға болмайтын заттар туралы айтамын. Қытай елінен негізінен кез келген заттарды алуға болады дедім. Әрине алуға болады, бірақ Қытай елінің шекарасынан біздің елге қарай өтпейтін, өткізуге тыйым салынған заттар бар. Ол қандай заттар? Жалпы Қытай елінен мен сіздерге айтарым, әйелдер, ерлер, балалар киімдерін немесе техникалық заттардың аксессуарларын, немесе күнделікті өмірге қажетті тұрмыстық заттарды және әртүрлі өнімдерді, тіпті тағамдарды да алдыртуға болады. Бірақ кей заттарға мүлдем тапсырыс бермеуге кеңес беремін. Неліктен? Себебі Қытай елінде тек өзінің ішкі нарығына ғана арналған заттар болады, тек өздеріне ғана арнап өндірілген, немесе өз еліндегі жетіспеушілікке байланысты тыйым салынған заттар болады. Ал кей жағдайларда өзі ішкі нарыққа да арнап шығарған және экспортқа тек арнайы өздері сататын заттар болады. Бұл заттардың барлығы да Taobao және 1688 сайттарында болғанымен, сіз оны сатып алғанмен, және бұл біздің елге қарай жетпейді. Яғни шекарадан өтпейді. Бұл қандай заттар? Сонымен номері 1. Бұл бізде әртүрлі техникалық заттар. Яғни әртүрлі компьютерлер болсын, ноутбуктар болсын, немесе бұлардың маңызды бір аксессуарлары болсын, кез келген түрлері болсын, шекарадан мүлдем өтпейді. Сіз сатушыға төлем төлейсіз өз картаңызбен, сіз бұл затты сатып аласыз, бірақ сіздің логистикалық компанияңыз бұны сіздің еліңізге қарай өткізіп бере алмайды. Себебі шекарадан өтпейді. Неліктен? Бұл 1688 және Taobao сайттарында бұл өте арзан бағада. Ал сіз бұны сатып алсаңыз, Қытай елі негізінен бұл заттарды экспортқа өздері бөлек жеке шығарады. Ал сіз бұл жақтан арзан бағада сатып алып, олардың экспортына кедергі келтіретініңіз анық. Осындай заттардың телефон болсын, барлығы да шекарадан өтпейді. Тапсырыс мүлде жасауға болмайды. Екінші бұл бізде Қытайдың өндіретін дәрі-дәрмектері немесе медициналық заттары. Қазіргі кезде білесіздер, бұл жылдардың барлығы да ковид болып жатыр. Елдің өзінде де бұл дәрілер мүлдем жетіспейді. Дәрі-дәрмек немесе аса қажетті медициналық заттар елдің өзінде жетіспейді. Сондықтан мұндай заттарды осы кезеңдерде сыртқа шығаруға болмайды, және де мұнда барлық дерлік медициналық заттар әлде қайда арзан. Бұны арнайы экспорттауға арналған өзінің жеке компаниялары болады. Сондықтан бұл сайттан тек Қытай елінің азаматтары ғана арзан бағада осы заттарды сатып ала алады. Одан кейін тағы қандай заттар бар? Қытай елінен сатып алуға болмайтын бұл бізде үшінші зат, әйелдер болсын, ерлер болсын, шубаларын айтума болады. Немесе осындай аңның қымбат терілерінен жасалған әртүрлі ковриктерді болсын алуға болмайды. Неліктен? Себебі мұнда бұлар біршама арзан біздің елдегі қарағанда және өте бағалы заттар болып саналады. Ал Қытайдан бағалы заттар өтуі өте қиындық тудыратын болып келеді. Сондықтан сіздерге айтарым, кез келген бағадағы кез келген әйелдер шубалары немесе әртүрлі аңдардың терілерінен жасалған бағалы заттарға тапсырыс жасамаңыздар және оны елден өткіземін деп те ойламаңыздар. Міне осындай қателіктерді жібермесін деген оймен мен сіздерге бүгінгі бейнежазбамды дайындадым, түсірдім. Егер де менің ақпаратым сіздерге пайдалы болса, менің каналымды қолдап, лайк басыңыздар, комментарий жазып, өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Олай болса, келесі бейнежазба шыққанға дейін мен сіздермен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.